Ассалаумағалейкум, қалай достар. Бүгін осындай логотип жасаймыз. Бұл логотипті жасау үшін біз осылай линия қойып аламыз. Пипеткіме түсін таңдаймыз. Обводқа қойып қоямыз. Қалыңын көбейтеміз. Обводқа басып осылай қойып аламыз. Сосын мына инструмент таңдаймыз. Қойып қоямыз. Бұны объект разобрать оформление деп қоямыз. Пока что осылай. Қойып қоямыз. Осылай қойып қоямыз. Слишком дәу болып кеткен сияқты. Мына жерден сәл тағы қойып қойсақ болады. Қойып қоямыз. Объект деп өшіріп тастаймыз. Осылай қойып алдық. Енді мына жерге біз осы линияны салу керек. Бұны перомен саламыз. Осылай линияларды қойып отырып жасаймыз. Осылай салып отырсақ болады. Бүйтіп қойып. Мына жерге қоямыз. Осылай қойып қоямыз. Енді бұны қалыңдығын көбейтеміз. Обводка дейміз да, осыны таңдаймыз. Осы жерде осы инструменттермен осылай жазып отырып жұмыс жасаймыз. Осылай қойып аламыз. Мына жерде осы инструмент арқылы қойып қоямыз. Мына инструмент аламыз. Сәл бүйтіп ұстамыз. Қойып қоямыз. Идеально шыққан жоқ. Бұлай мына жерін кішкене айналдырып қоямыз. Сделанное лучше идеального дейді ғой. Ештеңе жасап көрмегеннен көрі, осылай бірдеңе жасап көргеніміз біз үшін ол наоборот пайдалы. Осылай жасап көріңіздер. Окей дейміз. Мына жерден біз осылай, жоқ, наоборот,
ақпаратын қойып қоямыз. И мына жерден біз мына жерден бай жекшеден ұстаймыз да қоямыз. Мына жерде солай қоямыз. Осылай кругты қойып аламыз. Енді осы жерде осы белгілеп аламыз да, осы инструментпен артық элементтерді өлшеп тастаймыз. Мінекей, объект, разобрать. Все, достар, осымен біздің логотип жұмысы дайын болды. Сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де логотип керек болса, маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап беремін. Жарай, жақсы, сау болыңыздар.